Сәлем қыздар, жалпы бұл тағамның рецептісін барлық қыз-келіншектер біледі, десе де аз болса да пайдасын тигізер деген ниетпен рецептісімен бөлісейін деп шештім. Егер видео ұнамаса, жай ғана өтіп кете берсеңіздер болады. Алдымен туралған етімізді қызып тұрған майымызға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Оның үстіне көкөністерімізді саламыз, аз ғана тұз салып, жақсылап араластырып, жай отта шамамен 15-20 минут аралығында қуырамыз. Келесі кезекте су құйып, етіміз піскенге дейін баяу отта қайнатамыз. Етіміз піскеннен соң туралған картопымызды саламыз. Егер тұзы жеткіліксіз болса, аз ғана тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қазанымыздың қақпағын жартылай жауып, картошкамыз піскенше жай отта бұқтырып қоямыз. Сол аралықта бөлек ыдыста қайнаған суға макаронымызды және де аз ғана тұзымызды салып, жақсылап шамамен 8 минут аралығында қайнатып пісіріп аламыз. Және де макаронымызды сүзіп алып, жаңағы қазанымызға саламыз, жақсылап бір араластырып жібереміз және де жай отта шамамен 4-5 минут аралығында бұқтырып қоямыз. Осымен тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып сақтап алыңыздар. Ас болсын.